Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Котлея және Райт Чинема ұсынады. Дэниэл Лукеттидің фильмі. Рөлдерде Марко Джалини, Элиот Джермано, Элеонора Данко, Симонетта Колумба, Франческо Геги және басқалары. Anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo e povero anche il sacrista. Сценарийін жазған Паоло Каминчини, композитора Карло Кривелли. Оператора Лука Вигасси. Ho visto un ricco. Sarà scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì. Il tapino lacrimava su cari. Продюсерлері Рикардо Тоцци, Марко Гимминс, Джованни Стабилини және Джейн Гардини. Режиссері Дэниэл Лукетти. E povero anche il figlio. Ақмақ. Сен ақмақсың. Бейло, бүгін кешке маған қонаққа келетініңді ұмытпадың ба? Иә, қазір таңғы 6 екенін білем. Әлі ұйықтап жатырмын дей көрмеш. Таңғы 6 тамаша уақыт. Сау бол, Бейло. Шамамен 50 миллионы бар. Жағдайы орташа адамдарды ғана шақырамын. Жақсы тамақ. Бірақ артық ештеңе болмайды. Әлі де. Тұр. Күйеуің екеуіңді кешкі асқа шақырғаным есіңде ме? Жоқ, оңаша болмайды. Мүмкін басқа жолы. Кел алмайым дегенің қалай? Президентпен кешкі аста боласың ба? Онда бірге келіңдер. Оны келуге көндір. Ол менің досым. Ол да сатып алды. Айтып тұрмын ғой, ол да сатып алды. Иә, оны мен көндірдім. Оған брокколи пастасын дайындайды деп айтты. Оны көндіруге тырыс. Жақсы. Сау бол. Кофе алдырайын ба? Иә, рахмет.
Мен капучино ішем. Мен де. Кофеиннен бас тартамыз деп келіспеп едік. Федерико, қоян шөп, таскандық қырыққабат, киви және зімбірден жаңа сығылған шырын әкел. Жағдайымыз қалай болып жатыр? Жақсы. Салықтан жалтарғанымыз үшін 2012 жылы сот шығарған үкім есіңізде ме? Тұзсыз тамақ жеп жүрсің бе? Қан қысымыңды өлшеттің бе? 130-да 70. Сенің жасыңда қалыпты мөлшері 140-та 90 дегендерді тыңдама. Олар нағыз ақмақтар және ойларына келгенін айта береді. Кешіріңдер. Кеттік. Ұшаққа жол босатып қойыпты. Тездетіңдер. Кеттік. Қайда барамыз? Қазақстанға. Қазақстан? Бастапқыда қала дегеніміз жай жол ғана. Сначала город — это всего лишь дорога. 刚开始的时候，一座城市就是一条道路。 Көп ұзамай сол жолда жүк тиелген фургондар пайда бола бастайды. 不久之后，一条道路就成为一辆停放 На 的 дороге 货车。 появляются припаркованные фургоны. Ана жерде пошта соғамыз. 需要一个邮局 Қызметкерлер үшін, жүргізушілер үшін, ал олардың балалары үшін мектеп қажет. 他们的孩子办的学校。 Нужна школа для детей. Бұрын шөл дала болып жатқан жерде енді үлкен қала өседі. 前是沙漠的地 Дәл осы пайдалы қазбалар қоры жатқан жерде. Біз қазір жүрген жерде. 就在这儿。我们现在所在的地方有上百座矿场。 Залежи полезных ископаемых там, где мы сейчас. Менде жергілікті үкіметтің рұқсаты бар. 地政府的 Біз енді екінші кезеңге өтеміз. Құрылысқа мырзалары. Уже перейдем ко второй 我们 фазе 一定会进入 строительства. 第二阶段 Господа, 建设。 Сіздерге 4 жылдың ішінде жылдық табыс көзі 23%-ға өседі деп кепілдік берем. 4 жылдың ішінде жылдық табыс 23%-ға өседі. 5 жылда капиталыңыз 2 еселенеді. 8 жылда ол 4 есеге көбейеді. удвоится. Димитрий, сен бірақ бұл жерде ештеңе жоқ деп айтатын шығарсың. Тамақ жоқ, су жоқ. Біз бәрін өзіміз әкелеміз. Қандай қиындықтар бар? Ал енді барлық жаман жаңалықтарды айта берулеріңе болады. Салықтан жалтарғанымыз үшін 2012 жылғы сот шығарған үкім есіңізде ме? Ештеңе істей алмаймыз. Сот шешімі күшіне енді. Сіз сотқа төледіңіз бе? Біз істеу керектің бәрін істедік. Балама шешімін табыңдар. Біз оны таптық. Сіз 1 жыл әлеуметтік орталықта жұмыс істеуге тиіссіз. Бұл балама шара. Қандай шараға балама? Түрмеге. Сендер қандай адвокатсыңдар? Не үшін ақша төлеп жүрмін? Мен сендерге ақша төлеймін. Ал егер мен ерте тұрып, ана орталыққа 1 сағатқа барып белгіленіп, сосын кері Қазақстанға ұшып келсемше, сол күні қайта оралам. Сіз түсінбеген сияқтысыз. Сіздің шетелдік төлқұжатыңызды алып қояды. Шығыңдар көлігімнен, жоғалыңдар. Көзіме көрінбей кетіңдер, қараларыңды батырыңдар. Сен нағыз дөрекі көргенсіз адамсың. Біз саған қаншама жақсылық жасадық. Қырып кетіңдер. Адвокаттарыңа осылай істеуге бола ма екен? Біз сені банкроттықтан құтқардық. Сені түрмеден құтқардық. Енді жаяу кетіңдер. Түсіндіңдер ме, ақымақтар? Құрып кетші өзің. Қазір мен саған көрсетем. Тоқта деймін. Тоқта! Мен миллиардермін. Сот шешімі жайлы не дейсіз?
Қайырлы таң. Не? Қайырлы таң деймін. Иә. Егер қажет болса, телефонды ана жерде қуаттап алуға болады. Жаңадан келгенің көрініп тұр. Уайымдама. Бәріміз осы жолдан өткенбіз. Білесің бе, бірнеше ай бұрын мен бар ашпақ болғам. Сосын менің әйелім кетіп қалды. Қарызға белшімнен баттым. Менен бәрін тартып алды. Құдды бір дауылда қалғандай болдым. Енді ұлымнан басқа ешкімім қалмады. Мені жақсы көретін жалғыз адам осы. Оны алып кетіп, қалғанын қалдырса қалай болар еді? Никола, мен әзілдеп жатырмын. Түсіндім ғой. Қалай дегенмен бұл жақсы жер. Тамағы да жақсы. Егер заттарыңды қалдырғың келсе, арнайы шкаф бар. Италияда кедей болуы өте қорқынышты. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Нума Темпеста. Жағдайыңыз қалай? Анжела Барачетти, тамаша, өзіңіз қалайсыз? Жаман емес. Бәрі жақсы ма? Шыдап жүрмін. Жүріңіз. Сіздің ісіңіз бойынша сот құжаттарын қарап шықтым. Онда тұрақты мекен жайыңыз жоқ деп көрсетілген. Бұл не, қалжың ба? Жоқ, бұл шындық. Өз үйім жоқ. Мен қонақ үйлер желісін немесе жеке қонақ үйлерді сатып алып, сонда тұрамын. Сатып алушы таппайынша. Бүгінде үй сатып алу оңай емес. Сәлеметсіз бе? Сендер әлі осындасыңдар ма? Сен не тоқаш ұрлап жатырсың ба? Балам мектепке алып кетеді. Мұнда бәрібір тастайды. Бұрын, егер тағда көшеде түнеп жүргендеріңді білсем, әлеуметтік қызметке хабарласам. Айттым ғой, уақытша ғана деп. Бар жоғы 1-2 күнге ғана. Никола, кеттік, әйтпесе мектепке кешігеміз. Маған шетелдік төлқұжатым керек. Шетелде шаруаларым бар. Түрлі елдердегі істерге өз үлесімді қосатынымды білетін шығарсыз. Рас па? Ондай шаруаларды қалай жүргізесіз? Мен ақша істеймін. Сіз мені сынап көре аласыз. Кез келген нәрседен ақша істей аламын. Тіпті мына жердің өзінен. Маған қонаққа келіңіз. Монах әйелдермен бірге келіңіз. Оларды жіберсе әрине. Темпеста танысқаныма қуаныштымын. Бері қараңыз, Темпеста мырза. Бос сандырақты қойыңыз. Сіздің төлқұжатыңызға келетін болсақ, сот менің пікірімді сұрайды. Ал мен жоқ деп жауап берем. Солай ма? Ал жұмысыңыз туралы негізгі есепті үйсіздер өздері құрастырады. Сондықтан қызығушылық танытуға тырысыңыз. Түсіндім. Кешіріңіз. Телефоныңызды алып қоям. Жұмыс соңында қайтарам. Сіз олай істей алмайсыз. Біздің орталық шұғыл жәрдем көрсетеді. Бізге қиындыққа тап болған адамдар келеді. Олар бізге күніне 1 рет қажетті қызмет түрлерін пайдалану үшін келеді. Яғни суға түсіп, таза киім алады. Бізде асхана, шаштар аз бар. Оларға таңғы ас пен түскі асты ұсыналамыз. Үйсіздер бұл жерде кешкі 5-ке дейін қала алады. Біздің қызметкерлеріміз бар. Солардың жұмысына назар аударыңыз. Бақылаңыз. Сіз де солардың істегенін істейсіз. Бітірген кезде маған қол қоюға келесіз. Егер бұл жер ұнамаса, онда мені тыңдаңыз. Бұл уақытша шешім болған. Бар жоғы 3 айға. Бірақ 3 жыл өтті. Күн сайын өз былығымызды өзімізге жағып отырған үкіметке көп рахмет. Дұға оқимыз, жүріңіздер. Әдемі киініп алғаныңда осы екен ғой. Сені қоймаға жұмысқа бөлді ме? Жарайсың. Осындай костюмді қайдан алсам екен? Галстук мен пенжек. Тыңдаш, қоңырау соғып алсам бола ма? Жылдам. Шұғыл қоңырау. Тек жылдам. Бар жоғы 8,5 евро бар ішінде. Бобби. Тыңдаш. Иә. Мына телефонға жеке нөмірін жібер. Жылдам. Хабарластың ба? Каролин, Сені тағы қоңырау соғып жатырсың ба? сен бүгін маған қонаққа келетініңді ұмытпадың ба? Мен сүңгуірлерді балыққа жібердім. Сүңгуірлерді? Сен жеке ұшақпен ұшып келесің бе? Саған чампиньядан шу алабын берді ме? Егер бермесе, бұның жағдайын қарастыралам. Мұнаның есі дұрыс емес. Стокгольмда орайы қалай? Сайттан алғыра ақшасы бітіп қалды. Ей, сен шынымен де Стокгольмге қоңырау соқтың ба? Мен сені өлтірем. Сен 8,5 евроға сөйлестің. Енді маған қарыз боласың. Егер ана көкбет қайдағы бір қаңғыбастың телефонының кесірінен кеш қасқа келмей қалса, онда сен маған миллион қарыз боласың. Кешір әрине. Сен кімді қаңғыбас дедің, а? Сабыр ет, болды. Мені қаңғыбас дедің бе? Мен сені өлтірем. Болды енді. Тыныш болды енді. Мен саған тыныштал дедім. Сабыр ет, болды.
Ол маған қаңғы бас деді. Сіз бұнда көргенсіз қылығыңызбен мәдениетті қоғамға келтірген шығынның орнын толтыру үшін жүрсіз. Түсіндіруіме бола ма? Егер тағы да қайталанса, сізге ресми ескерту жасалынады. Сосын осындағы жұмысыңызды тоқтатамыз да, әрі қарай түрмеге қаматамыз. Түсіндіруіме бола ма? Сіз оның телефондағы бүкіл ақшасын жұмсадыңыз, оған 10 евро беріңіз. Шын мәнінде оның телефонда 8,5 евро болған. Жақсы, оған 8,5 евро беріңіз. Ақша алып жүрмеймін. Жүргізушімнен алсын, егер сыртқа шығуға рұқсат етсеңіз әрине. Бруно қалаған уақытында келіп кете алады. Ал сіз жұмыс күні біткенше кете алмайсыз. Бер қараңыз, мен ойымды өзгерттім. Мен түрмеге қамалғым келеді. Сенімдімісіз? Иә. Маған бұл үшін бар жоғы 5 минут жетеді. Сотқа қоңырау соқсам жетіп жатыр. Бірақ түрмеде сізге тым жеңіл болады. Ол жерде бәрін сатып аласыз. Ал бұл жерде анағұрлым қиын, өйткені мені сатып ала алмайсыз. Егер сіз... Болды, үндемеңіз. Кеттік. Бруно, егер бір қиындық болса маған хабар бер. Бүгінгі күнімнің быт шытын шығартыңыз. Ал жүргізуші қайда? Көшеде. Мазератидің ішінде. Түсі қандай? Сұр түсті. Ұсақ ақша бар ма, жоқ па білмеймін. Тиындар бар екен. 20, 50. Тағы 1 евро. Мұнда 30 цент бар. Қазір тағы да ұсақ тиындар бар еді. Сау бол. Жақсы. Кешіңіз жақсы өтсін. Енді үйіңізге кете берсеңіз болады. Рахмет. Мен әлеуметтік қызмет туралы заңды қайта қарауды әзірлеуге қатысып жатырмын. Бұл салада жүргеніме 20 жыл болды. Сізге бір ақыл айтсам бола ма? Әрине. Осында өткізетін 1 жылда жүрегіңізді кеңінен ашу үшін пайдаланыңыз. Өтінем сізден. Жүрегімді ме? Иә. Өзім де солай істеймін. Бұл жерде өте жақсы, солай ма? Жаман болатын шығар деп ойлағам. Бұнда суық емес. Мана ақмаққа қараңдар. Ақмақ, сен ақмақсың. Ақмақ, сен ақмақсың. Ақмақ. Не істеп жатырсың? Ол ақмақ. Ақмақ. Жарайды, сен оны айттың ғой. Әрі қарай не? Білмеймін. Ол кімге ашуланып жатыр? Газеттегі бір жігітке. Ол біздің орталыққа келіп тұрады. Мынау расымен де сол. Иә, сол. Нума Темпеста, Римдегі ең бай кәсіпкер. Оның неге әперіп бақан екені енді түсінікті болды. Никола, газеттерде кім туралы жазғанын қарашы. Мынау ана біздің орталықта келіп жүрген адам. Нума Темпеста, дәулетті кәсіпкер. Қара, яқтасы керемет екен. 60 метр, жеке ұшақ, жер телімдері, қонақ үйлері. Ғажайып өмір. Көрдің бе? Ал енді ол бізбен бірге. Сот үкімі жайлы айтуың керек еді. Бірақ Италияда мұның еш маңызы жоқ. Мұның бәрі далбаса. Өмірбаянның бір бөлігі ғана. Сеніңше бұл сотталған адамның кешкі асына ұқсай ма? Мен 2 қала соғып жатырмын. Біреу емес, 2. Және мен өте сабырлымын. Ал сенше? Онша емес. Саған грек жаңғағын жеу керек. Және маған оралу керек. Бүгінгі кешкі аста жер шарының жартысы жиналады. Мен көп қаржы тартам. Және олардың бәрін іске қосам. Димитрий, сен қай жылы туылғансың? Есімде жоқ. 1975 жылғымын. Мен саған Нью-Йорк аукционында араб шейхінен алып кеткен 75 жылға 6 шөлмек беріп жіберем. Сосын бір жәшік өзім өсірген қызылшадан салып жіберем. Борщ пісіресің.
Сіз тамақ ішесіз бе? Жоқ. Тамақ ішкім келмейді. Құрып кетсінші бәрі. Бұл елде капитализм адамгершілікке жат. Олар соттың шешіміне наразылық білдіріп жатыр. Рақымшылдық деген қайда? Өз-өзіңді кінәламауың керек. Сен ардан аттап кетпедің. Біз кеше осы туралы дәріс өттік, сондықтан бәрі дұрыс. Сен өз қалағаныңды істедің. Олар нағыз алаяқтарды ұстамай ма? Мені не үшін соттады? Мен үнемі жұмыс істеймін. Жұмыстан қолым босаған емес. Психоаналитигім Нума, ойна дейді. Қашан ойнайым? Мынаған қараңдар. Мен Қазақстанда мынандай ғажайып тұрғызам. Тағы бір рет барып келсем бәрі бітер еді. Қазақстан туралы айта бермес жетеді. Жүр, керуетке барайық. Жоқ, мен кереуетке жатпайым. Кеш боп қалды. Жүр енді. Жүрші жатайық, өтінем. Барғым келмейді. Жоқ, мен Неге кереуетке бұлай істеп жатпайым. жатырсың, а? Жалынам. Төсекке барғым келмейді. Men ол жаққа сүйремеңдер. Ертең сөйлесеміз. Сен кімсің өзі? Туысымсың ба, құрбымсың ба? Дөрекі болмаш енді. Құрып кетіңдерші. Нума, қайда барасың? Нума! Сендер мені жақсы көресіңдер ме? Әрине, сені қатты жақсы көреміз. Менің сұмырай екеніме қарамастан ба? Сен сұмырай емессің. Ант етейін, сұмырай емессің. Даяшыларға айтыңдар. Тамақ салып берсін. Еттен. Жарайды, ал енді ұйықта. Бізде жыныстық қатынас болды ма? Әрине. Иә. Қалайық, бірден бас салып жемеңдер. Өздеріңді кедей сияқты ұстамаңдар. Я, ет пен балық бірге ұсынылады. Сендерге осындай асты ұсынбақпын. Бірақ бұл әлемдегі ең күшті ет. Бұл Кагадина Кобе. Ол Жапония аймағында өндіріледі. Ол жерде сиырларға таңнан кешке дейін массаж жасайды, және оларға классикалық музыка тыңдатады. Ал тамақтан соң Эрман өндірісінің шарабын ішеміз. Ол балыққа сәйкес келеді. Бұл шараптың хош иісі бар. Ол етпен де теңіздің өнімдерімен де тамаша үйлеседі. Ал енді бастаңыздар. Тоқтаңыздар. Сіз не істеп жатырсыз? Тездету керегін білген едім. Ол құр сандырағымен уақытымызды алды. Түк жей алмай қалдық. Орталықта сертификатталмаған өнімдерді қолдануға болмайды. Өтінем, денсаулық сақтау министрімен өзім келсем. Әзілді қой. Бәрін қоқысқа тастаңдар. Бәрін қоқысқа. Жылдам. Егер тексеріс келсе, бізді жауып тастайды. Егер тексеретін болса, мені түрмеге отырғызады. Түсінесіңдер ме? Мен түрмеге отырам. Сен менімен бірге отырасың. Құрып кеткір сондай дәмдет. Өте өкінішті. Енді сорпа ішетін сияқтымыз. Оларға бақа шаян емес. Бір мезгіл өздерін тыңдағандары керек. Олардың сөзіне құлақ асуға тырыс. Бірақ Егер бір қадам алға жылжығың келсе, сосын менің сөзімді бөлуші болма. сөйле. Маған сырыңды айтшы. Білесің бе, мен бұрын инженер болғанмын. Айта бер. Бәрі инфаркттан басталды. Тоқтай тұр. Инфаркт? Бұл басы ма? Ал соңы осы. Солай ма? Мынау, одан да мен саған өз оқиғамды айтып берейін. Әйтпесе сенікі тым көңілсіз екен. Менікі көңілдірек. Саған қызық емес пе? Құдай менімен бірге. Құдай менімен бірге. Ол мені құтқарады. Ол бізді құтқарады. Ол мені құтқарады. Ол бізді құтқарады. Бәрін қайталаңдар. Ол маған көмектеседі. Ол бізге көмектеседі. Ол маған көмектеседі. Ол мені құтқарады. Тек одан күш Қане сұрау керек. жылдамырақ. 3 миллион Люксембургке 40 Кайман аралдарына. Токиодан Навару жауап бермей жатыр ма? Токиодан Навару. Димитрик айтыңдар, уайымдай бермесін. Көптеген итальяндық олигархтар бұл жобаға қызығушылық танытып отыр. Тезірек қимылдаңдар, жылдам. Ей, ана жақта әжетхана лас. Ол дұрыс айтады. Жақсылап жууың керек. Жұмыстан ләззат ала білуің керек. Өзің үшін жақсы. Бар, тазалап кел. Ұста.
Тәрелкеңді бер. Бер қара, мен жапон етін жегім келеді. Ата, жапон еті Жапонияда. Мына сорпаны іште жырма тиме. Ұста. Рахмет. Құдайларың кім болса да, Иса әрдайым бірге болсын. Әумин. Әмин. Ал қалай? Апта жақсы өтті ме? Онша емес. Бізге мына жолдас туралы сөйлесу керек. Біздің жаңа қонағымыз туралы не айтасыңдар? Ол өзімшіл. Ол жек сұрын. Ол тек ақша туралы айтады. Олар мені бөлектейді. Бұл маған ерсі көрінеді. Сендер оны бөлектеп жатырсыңдар ма? Керісінше, мынау адам бар болмысымен өзімізді кедей ретінде сезінуге мәжбүрлейді. Бұл нені білдіреді? Жоқ, бұл жақсы емес. Итальяндықтар кедейліктің әдемі үлгісін көрсете алады. Тіпті әдемі көріністерсің. Біз оларды жан жаққа экспорттаймыз. Америкаға, басқа жаққа. Сенің өз басыңа еш қарсылығымыз жоқ. Бірақ бір күні сенің және басқа да байлардың көпірдің астында өліп жатқандарыңды көреміз деп армандаймын. Біз сияқты. Доғарыңдар. Оның яхтасында, зәулім сарайында және миллиондарында біздің шаруамыз болмауы керек. Әрине. Егер өмірдегі ең маңыздысы байлық болса, онда біздің де құнымыз көк тиын. Дұрыс айттым ба? Иә, бәрі дұрыс. Онсыз да құнымыз көк тиын ғой. Тыңдашы, сенің шотыңда мыңдаған миллион евро бар дейді. Сорасы ба? Мен шоттарды емес, қорды басқарам. 1,5 миллиарды бар қор. Мен бұл туралы газеттен оқығанмын. Мыңдаған миллион евро. Мыңдаған миллион евро. Ал мыңдаған миллион евро 1 миллиардтан аз ба, көп пе? Бұл анағұрлым көп. Мен ол айтқандай 1,5 миллиард емес. Мыңдаған миллион деп оқығанмын. Мыңдаған миллион дегенің 1 миллиард. Жетер. Мыңдаған миллион бір басқа, ал миллиард басқа. Миллион ба, әлде миллиард ба? Сен сонша ақшаны қайдан таптың? Арсыздығың көмектесті ме? Енді қалай ақша табуға болатын білгілерің келе ме? Бәрі оп-оңай. Мен кедей болып туылғам, бірақ өте көп жұмыс істедім. Маған сенбейтіндеріңді білем. Біреуіне оған жиналыс аяқталды деп айт. Сендер кедей болып туылып, кедей болып қалдыңдар, бірақ сендер жай кедей ғана емессіңдер. Мен бұдан әрі тыңдай алмаймын. Жиналыс бітті. Барды әжетханаларды жу. Әжетханаларды жу. Жүріңдер, кеттік. Менімен жүріңдер. Оны тыңдамаңдар. Шындықтың не екенін білесіңдер ме? Сендердің мына жерлерің кедей. Сендердің жан дүниелерің кедей. Бәріміз дұға жасаймыз. Сенің жан дүниең кедей. Құрып кетші өзің. Өзің құрып кет. Ұятың жоқ екен. Жоғалшы өзің. Пижама. Никола. Никола. Бәрі кетіп қалды. Сені күткеніме 1 сағат болды. Ештең етпейді. Мектепте бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Онда шағымдана берме. Мына жер бос ба? Бірден көшіп келуге бола ма? Бос әрине. Біреуді көріп тұрсың ба? Ал жарық бар ма? Генераторды кейін қосып берем. Қараш, қандай әдемі үй. Кереметтерсің. Тибырға қарап тұр, көлік тұрағы бар. Жақсы екен. Дәл солай, ал жақсы заттардың құны да жоғары. Қанша? 200 евро. 200? Жарайды, мен ойланып көрейін. Кейінірек хабарласам. Тек ұзақ ойланба. Уақытымды жоғалта алмайын. Жүріңдер. Біз ақша табамыз. 200 евроны ма не деп тұрсың? Жоқ, рахмет. Мені абонемент қызықтырмайды. Бұл маған қызық емес. Рахмет. Оларға жоғал деші. Бізді ақшаға алдап сүргеннен басқа ештеңе істемейді. Оларға тек ақша керек. Абонемент тұсынып жатыр. Нағыз тонаушылар. Жарайды, ұмыт. Мына заттарға қараңдар. Грека, жетер енді. Өзіңді сыйласаңшы. Әр қоқыстың жанынан тыныш өтпейсің. Ей, бауырым, жайырақ. Саған не істеп қойдым сонша?
Жәй мен ысқыла, ашуланба. Қолымды емес, арқамды ысқыла. Қолымды өзімде ысқылай алам. Саған бұл үшін ақша төлемейме? Ақшаңды өте. Сен кімсің? Сәлем, мен радиосамын. Біз таныс емеспіз бе? Мен мұнда әр бейсенбі келемін. Жезөкшемін, сондықтан сен үшін барым не, жоғым не. Сендер екеу емессіңдер ме? Олар басқа қыздар. Түсінікті. Сен не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың? Сені бас салайын деп жатырмын. Алдымен көлікпен серуендеп келейік, сосын көре жатармыз. Нума, мен бірдеңені түсінгім келеді. Иә? Сенің психоаналитигіңнің не дейтінін білесің бе? Саған кем дегенде аптасына 2 рет жыныстық қатынасқа түсу керек. Мен мұнаны білгім келеді, өткен жолы Клея мен Мимозамен болды ма? Соны айтшы. Әрине. Сенімдімісің? Иә. Ант ет. Ант етем. Сонда тағы кім қалды? Иә, біреу бар. Радиоза. Иә, бірақ жүр кеттік, серуендеп келейік. Өтінем. Жарайды. Рахмет. Оқасы жоқ. Әрине, бүгінде ақшаның түк маңызы қалмады. Менің жылдық пайызым 4,5. Жаман емес, солай ма? Мүлдем жаман емес. Иә. Сен ақшаңды инвестициялайсың ба? Жоқ, мен банктен 1,5% несие алам. Сосын 3% табасың. Иә, таза табыс. Жаман емес. Иә. Жарайсың. Рахмет. Федерико, тоқта. Сәлем, Грека. О, Нума Темпеста мырза. Сәлем, жағдайыңыз қалай? Мен міне Бикешпен серуендеп жүрмін. Қайырлы кеш. Басқалар қайда? Олар түнейтін жерге кетті. Ол жақын жерде, Эскленинода, осы маңда. Оларды барып көріп келейін. Үйге қайтқанмен бәрібір ұйықтай алмаймын. Ал мен ұйықтар едім. Бірақ үйім жоқ. Қарашы, жаңа кофе қайнатқыш. Жұрт жаңа заттарын тастайды. Жақсы, қайырлы түн. Және жұмысың табысты болсын. Ертең кездесерміз. Ертеңге дейін. Кофе ішеміз бе? Ана жаққа қарай барыңдар. Ана жаққа. Ей, мұнда кезекке тұру керек. Өзің кімсің? Сен біздің алдымызға тұрып алдың. Мен бе тұрып алған? Иә, сен ана жақта соңында тұруың керек еді. Мен бағанадан бері осы жерде тұрмын. Мына әйел кезексіз кіріп кеткен. Өтірік. Мен осы жерде тұрдым. Ол кезексіз өтіп кетті. Болды. Қолыңды тарт дейін. Тиме маған. Әйтпесе мен де сені түртіп жіберем. Бұнда бала бар. Не болды? Жетеді енді. Ол неге бұлай істеп жатыр? Темпеста, тамаша. Сен бұнда қайдан тап болдың? Құрып кеткір. Темпеста ханым, қайырлы кеш. Сәлем. Федерико, жылдам. Мені қайдағы бір қылмыскерлермен көріп қойғандарын қаламаймын. Біз доспыз. Иә, жақсы. Сен бұрын сотталмағансың ба? Мен емес, сен сотталғансың. Қонақ үйлерді сатып алу мен сатуда шығынға ұшырамаудың жолын білесің бе? Арабтар мен Қытайлардан бұрын алып үлгеру керек. Сосын соларға үстіне қосып сатасың. Егер олар менің бағама келіспесе, онда бұл жерде кедейлерге арнап орталық ашам. Тамаша.
Қарашы қандай сұлулық. Өте әдемі. Бірінші қонақ үйімді алғашқы 10 миллионды тапқан кезде сатып алдым. Никола, ештеңеге тиіспе. Иә, Әрине. Сен сабағыңды істедің бе? қайдағы сабақ? Менің ақшам жоқ. Менде 2 евро бар сияқты еді. Нума, Партия 50 цент тұрады. Бұл жолы мен төлеймін. рахмет. Қараш, қандай сұлулық. Ойын денсаулық үшін пайдалы деп жатады. Секспен айналысқанда пайдалы. Қане ойна. Қымбаттым, сенен сұрағым келген. Егер мына үйлерді, көліктерді, ойын автоматтарын есеп қалмағанда, егер саған таңдау берсе, екеуміздің қайсымызды таңдар едің? Оны. Оны ма? Неге? Ол сымбатты. Оны саған сыйлаймын. Сен не дедің? Мені сыйлайсың ба? Сен жөнінде қателесіппін. Әрине. Ол қалжыңдады. Қайырлы түн. Мен кеттім. Ертең сабағым ерте басталады. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Сен не тағы бір партияға төледің бе? Иә. Сен ренжіп қалдың ба? Жоқ. Мүлдем ренжіген жоқсың ба? Мен ренжіген жоқпын. Менің қасымда балам бар. Мүлдем ренжімедің бе? Қасымда балам бар. Мені достарыңа қосасың ба? Әрине. Қосам. Радиозамын. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Никола, не тапқанымды қарашы. Шешші ана көзілдірігіңді. Қара, қазір көріп тұрсың, солай ма? Ал енді көрмейсің. Қазір тағы да көріп тұрсың, ал енді көрмейсің. Көріп тұрсың ба мені? Иә, Ал енді ше? иә, Қызық, иә? иә. Әке? 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 Не болды? О, Құдай. О, Құдайым. Қандай кеш десеңші. Телефонсыз өткізген осы күндері 30 миллионнан айырылдым. Түсінесің бе? 30 миллион. Бірақ бүгін өте жақсы ұйықтадым. Инженер, бүгін Бруно келмеді ме? Мен қайдан білейін?
Тыңдаш, егер Бруноға сыйлық жасағың келсе, онда не сыйлар едің? Оның ештеңесі жоқ. Кез келген сыйлыққа қуанып қалады. Қайырлы кеш. Темпеста мырза сізге 2 сыйлық беріп жіберді. Шамба? Иә. Мына Темпеста қатырады екен. Қандай сыйлықтар? Пижамалар. Не? Пижамалар. Ол бізге пижама сыйлады ма? Олар жібектен тігілген. Бұларды кешегі кеш үшін сыйлады. Өткен түні ол өте жақсы ұйықтады. Бұл пижамаларды қайтпекпіз. Киеңдер. Пижама емес, одан да ақша бергені жақсы болар еді. Бер қара, мыналарды бар ғой. Әке, Мыналарды ана ақмақтың өзіне апарып бер. ашуланбаш. Ол бұны бізге сыйлады. Қандай әдемі, қараш. Мысықтары бар екен. Әдемі екен. Қараш, Саған ұнай ма? жаман емес. Мұнаның үстіндегі пижамасына қараңдар. Оған жарасады. Тіпті өзгеріп кетіпті. Мына пижамада сондай сымбатты көрінесің. Құдды бір періште дерсің. Қандай әдемет. Әке, Қалай ойлайсыңдар? әке. Мынадай пижама қанша тұрады екен, а? 200-300 евро. Мүмкін одан да көп шығар. Менде пижаманың асты да бар. Мен пижаманың түрін білем. Бірақ мұндайды ешқашан көрген емеспін. Тамаша пижама. Бұл жібек пе? Иә, таза жібек. Мына үй үшін қанша сұраған едің? Мен бағасын көтердім. Енді 300-ге сатам. Бұлай дейік, сенде бұл жерде бәрі заңсыз. Болса ше. Бар жоғы 80 бер алам. Оның өзінде саған жақсылық жасап тұрмын. Жоқ, бұлай болмайды. 90. 100. Жақсы, 100. Бұл жерде бәрі заңсыз екенін түсінесің ғой. Жарайды, қазір барамда саған арыз жазам. Қазір біреулермен сөйлесем, сосын көреміз бәрінің немен аяқталатынын. Әй, бер қараш, бер кел. Сен заңсыз үй үшін ақша сұрап тұрсың. Жарайды, саған 90-ға берем. Енді ризасың ба? Маған кепілақы бер. Кепілақы? Кепілақы менің сөзім. Қолыңды бер. Сенің сөзің бе? Жоғалтшы көзіңді, құрып кет. Нағыз алаяқ. Алдап түсірді. Саған пижама ұнады ма? Оны алған кезде сені нағыз есуас деп ойладым. Саған қатты ашуландым. Өте қатты. Сосын оларды киген соң бізге бәрі басқаша қарай бастады. Бұл қалай болғаны? Менде пижама бар. Бірақ маған басқа да дүниелер керек. Және мен соны қалайым. Дұрыс. Не істейтін ойың бар? Тіркеме үй жөнінде келісіп қойдым. 90 евро. Өзің ойлашы. Бас кезде ол 300 сұраған. Маған 100 евро қарызға бере тұршы. Саған 100 евроны қалай берем? Қалай дегенің не? Жүргізушің айт, оның қалтасында бір бума ақша жүр. Бұрыны бұл түсінікті. Бірақ сен түбіртек жазып бере алмайсың ғой. Әлде 100 евро берсем, мына жерден ертерек шығуға көмектесе алам деп ойлайсың ба? Әрине, жалғыз өзім ештеңе істей алмайым. Ал егер мұнда бәрінің жанына тие беруді қойсаң, Анжела сотқа сен туралы жақсы сөз айтып қалар. Ал бұған сенің қатысың қанша? Есептемені кім жазады деп ойлайсың? Кім? Біз орталыққа келетін үйсіздер. Әр жолы біз өз ойымызды жазуға тиіспіз. Қазір саған қатысты наразылығымыз өте көп. Осы күнге дейін есептемелерде не жаздық дейсің?
сені нағыз ақмақ дейміз. Тамаша. Нума, бер қарашы. Сенің ақшаң көп. Бәріне аз-аздан таратып жүр. Сен бәрібір қарапайым адамның деңгейіне түсе алмайсың ғой. Оны қалай істейміз? Мен саған 20 адам тауып берем. Анжеланың сүйіктілерінен. Жүргізушіңе бар да, әр қайсына 100 евродан ал. Сосын сені бәрі жақсы көріп кететін байқайсың. Сен туралы ойлары да өзгереді. Жарайды, бірақ 20 тым көп. 10. Мүмкін 15? 10. 10 ба? 10 адамда жетеді. Саған ең мықты кедейлерді алып келем. Екеуміз бір-бірімізге ұқсаймыз. Сенің өмірде басқа мүмкіндіктерің болды. Алайда бір қарағанда екеуміз бірдейміз. Жоқ, ол бізді сатып ала алмайды. Менің намысым бар. Дұрыс, жарайсың. 100 евродан. 100 евродан ба? Онда болады. Анжела Темпеста мырза туралы орталықта өзін қалай ұстайды деп сұраса, Тамаша жігіт. Қайырымды. жанашырлық туралы не деп жазамыз? Өте жанашыр адам. Иә, Ақшаға кезекке тұрыңдар. жігіттер асықпаңдар. Сабыр сақтаңдар. Сонымен, мына арсыздығыңды қашан қоясың, а? Рахмет. Ғажайып. Бұл ғажайып қой. Рахмет. Алмаған ше? Саған берген жоқпын ба? Қашан бердің? Сенімдісің бе? Жоқ, егер сенімді болсаң, онда жарайды. Ал. Мұнаның бәрін ұйымдастырған мен. Вакуча, сен не жүре аласың ба? Мен жүре алам. Сен байқамадың ба? Құдайым-ау, құдайым-ау, бұл нағыз ғажайып қой. Ғажайып болғанда қандай? Сен нағыз алаяқ екенсің. Бар отыр. Әкең саған не деп еді? Бәрі жақсы болады. Тек шамалы уақыт керек. Қазір күн суық, ал көктемде бұл жер ертегіде әдемі болады. Мен сондай қуаныштымын. Біз Рим патшаларымыз. Сендер мені қолайсыз жағдайға алдырдыңдар. Ол сендерге 100 евродан берді. Ал сендер оны ұттырып қойдыңдар. Ұттырып қойдыңдар ма? Иә. Иә, Сендердің қандай ойынға тіккендеріңді білгім келеді. Ақшаларыңды неге жараттыңдар? біз жылдам лотереяға билет сатып алдық. Қап, нағыз ақмақтар. Сонымен бірінші сабақ. Ондай лотереялардан тағы сол сияқты тәуекел ет те ұтып ал дегендерден ештеңе де ұтпайсыңдар. Олар бұл лотереяны тәуекел ет те ұтылып қал деп атаулар керек еді. Өйткені банк, яғни мемлекет үнемі ұтады. Қазір мен сендерге оны іс жүзінде көрсетем. Маған жылдам лотереядан біреуін беріңізші. Қанша тұрады? 5 евро. Теория жүзінде менің жолым болғыш. Әйтсе де, тіпті мен де ұта алмаймын. Сөзіме сеніңдер. Міне, көрдіңдер ме? Ол ұтты. Ұтты. Отты! 300 евро. Ол билетті мен сатып алғым келбеді. Сатып алғым келді, бірақ сатып алмадым. Оны неге сатып алмадыңдар, білесіңдер ме? 300 евро. Білесіңдер ме? Білесіңдер ме? Өйткені сендердің жолдарың болмайды. Сен кереметсің. Мен әр қайсыңа 100 евродан берем. Міне, 100 евро. Рахмет. Сендерді сынағым келеді. Рахмет. Мұны ақшаны 10%-ға көбейткендерге мен тағы да 100 евродан берем. Міндетті түрде. Өйткені сендерді бұрына азғырып жатқанын білем. Не? Ана жер сендерді жауапсыздыққа, жалқаулыққа итермелейді. Сендер еншарсыңдар. Ол 10%-да қайдан аламыз? Мүмкін өзің түсіндірерсің. Іспен айналысу керек. Құйрықтарыңды көтеріп іздену керек. Жігіттер, әлемде ақша толып жатыр. Тек бар боларды іздеп табу керек, түсінікті ме? Және естеріңде болсын. Сендерді ұстап алмайынша бәрі заңды. Жарайсың. Не күтіп тұрсыңдар? Барыңдар, іспен айналысыңдар. Жүріңдер жігіттер, шайқасқа шығамыз. Сонымен мен қандаймын? Білесіңдер ме? Сен кереметсің. Керемет емес, түсінігі бар. Мұқият болыңдар. Мұқият болыңдар. Барыңдар. Ол екеуміздің бірдей екенімізді түсінген сияқты. Бір-бірімізге қатты ұқсаймыз. Алаяқты түсіну үшін басқа бір алаяқ керек. Бруно, сәлем, Бруно. Бруно. Не істеп жүрсің? Сәлем. Құрбыларыңмен бірге жүрсің бе? Иә, Мұнда не істеп жүрсің? кешкі асқа кеттік. Кешкі асқа тамаша болар еді. Кеттік. Сендер төлейсіңдер ме? Иә, саған тағы да айту керек пе? Кеттік. Танысқаныма қуаныштымын, Клеар. Шынымен барамыз ба? Мимоза, әрине. Кеттік. Көрдің бе, қандай керемет қыздар. Біз психологияны оқимыз. Сендер оқисыңдар ма? Психология. Күшті.
Оқитынымыз неге байқалмайтынын білесің бе? Қазір біз тәнімізбен жұмыс істейміз деп шештік. түсінікті. Психолог болған кезде санамызбен жұмыс істейміз. Ал өлген соң денемді ғылымға сыйлайым деп шештім. Адамзатқа пайдам тиетіндей болсын. Әрине. Денемнің әрбір мүшесін жеке берем әрине. Сендер не істейсіңдер өзі? Бір адам сендерге келеді де кереуетке жатады, сосын өзінің түстері жайлы айтып береді. Иә, біз сараптама жасаймыз. Маған да сараптама жасап көріңдерші. Жарайды, орныңнан тұр. Саған қарап алайық. Жарайсың, бері бұрыл. Басыңды көтер. Сен жақсы әкесің. Иә, бұл көрініп тұр. Қалай көрініп тұр? Осылай бірден байқадыңдар ма? Әрине. Тағы айтар едім, сен... Ол мені жақсы әкесің деді. Сендер қиындықтарға қарамастан бәрін жеңіп шығамыз деп ойлайсыңдар. Бұл көрініп тұр. Бұл маңызды. Қандай қиындықтар? Керісінше біздің жолымыз болды. Сен менің әйелімді көрмеген екенсің. Олың екеуіңнің ара қатынасың шынымен де керемет. Нума мен оның әкесінікіндей емес. Бейшара деп кері мағынада. Нағыз бейшара, біз оны жақсы білеміз. Нуманың әкесі ұлын нағыз ақмақ деп санаған. Және оған үнемі солай деп айтады екен, ақмақ, сен ақмақсың деп. Әкесі ұлына ма? Нума жергөкте жатқан кезден. Иә, ол тіпті баласына ертек айтпаған. Қызыл телпек туралы да, балақай Иса туралы да ештең айтпаған. Бұл нағыз сұмдық қой. Сосын оның әкесі отбасын тастап үйінен кетіп қалады. Содан көп жылдар бойы әкесі хабар ошарсыз кетеді. Оның қайда екенін ешкім білмейді. Ал Нума азап шегіп жүр. Түні бойы ұйықтамай шығады. Нума көп ақша таба алады. Бірақ оның жан жарасы жазылмайынша тұйық шеңбер сияқты болып тұр. Шиеленіс емес, бәрінен түңілу. Сондықтан мен анағұрлым мазмұнды бірдеңе іздеп жүрмін. Әрине. Алайда бұл өте қиын. Неге? Өйткені ешкімде нағыз қиындық жоқ. Бұл сұмдық. Сен азап шегіп қиналып жүрген біреуді білесің бе? Мен қалтасында көк тиыны жоқ, өте қиын жағдайда жүрген адамдарды білем. Бұл нені білдіреді? Қазір олардың бәрінің жағдайы жақсы. Бәрі жақсы. Енді олар... Иә, дұрыс айтасың. Дәл солай. Бір кездері болған нағыз азап ешкімде жоқ. Дұрыс айтасың. Дұрыс. Қиындықтар артта қалды. Бәрі бақытты. Біз үшін бұл үлкен мәселе. Бәрі бақытты. Мейрамханалар күндіз түні адамға лық тола. Соған қарамай дағдарыс дейді. Мысалы, мына жер сияқты. Бұл өтірік. Бұның не қатысы бар? Қазір кеш болып қалды. Шынымен де кеш болды. Тағы кездесеміз бе? Әрине. Бір жерде кездесіп қалармыз. Сау болыңдар, сұлулар. Міндетті түрде. Сау болыңдар. Жақсы, аман бол. Сендер кереметсіңдер. Сен де күштісің. Бұл нені білдіреді? Олардың не жазғандарын түсінсем бермасын. Мен Темпеста туралы бір мақала тауып алдым. Ол сендерге ақшаны қалай табудың сырын ашам дейді. Бірақ мұнда бәрі түсініксіз. Міне қарашы. Мүмкін сендер мұны математикадан өткен шығарсыңдар. Траст компаниялардың бірі банкротқа ұшыраған кезде басқа компаниялардың табысы ұлғаяды. Тоқтай тұр. Бұл сонда не? Әке, бұнда бәрі оп-оңай. Қазір оқып болған соң бәрін түсіндірем. Мұна ақмаққа қараңдар. Ол ақмақ. Ол ақмақ. Оның ақмақ екенін білгем. Не істеп жатырсың? Ал саған не керек? Не керек? Ол ақмақ. Сен ақмақсың. Болды, жетеді. Қазір полиция келеді. Маған бәрібір. Саған бәрібір ме? Бәрібір. Сен ақмақсың. Не болып жатыр өзі? Анауда, мыналарға қараңдар. Ол ақмақ. Мынауың жынды ғой. Ол ақмақ. Ол ақмақ. Сен бұрын да түрмеде отырғансың. Сол жаққа қайтып барасың. Жырымызға тиіп біттің. Никола, өзіңе қатысы жоқ іске араласпа. Никола, жүр дедім. Ол ақмақ. Мынауың жынданған шығар. Сонымен, біз бәрін егжей-тегжейлі зерттеп шықтық. Біздің ортақ қорымыз 1000 евро. Ал не істейміз? Егер біз адам емес, банк болсақ, онда не істер едік? Жұмысың нашарлап, нарық құлдырап жатыр.
Ал біз табыс көзін тапқанымызды көрсетуіміз керек. Сол кезде бірімізді банкрот етеміз де, оның мүлкін бөліп аламыз. Біз банкпыз деп елестетейік. Грек банк, Леч банк, банк Бакуча. Ал не істейміз? Бакучаның банкын банкротқа ұшыратамыз да, оның 100 евросын бөлісіп аламыз. Ол мен банкротқа ұшырадым, бәрінен айырылдым дейді. Біз ол ақшаны өзара бөліп аламыз. Ол евро оған, 10 евро анаған. Сол 10%бен Темпеста мырзаға барамыз да, тағы 100 евродан аламыз. Неге мен банкрот болуым керек? Бакуча, сен банкрот болмайсың, бұл жалған. Бұл қалжың. Жоғарыда отыратын алаяқтар осымен айналса. Ірі корпорациялардың ірі ақшалары. Сендер бизнес істегілерін келе ме? Иә, Онда мынаны айтыңдаршы. Сендер кімсіңдер? алаяқтармыз. Түсінбедім, не дедіңдер? Алаяқтар. Кім екендеріңді айғайлап айтыңдар. Алаяқтар. Тұрыңдар, қолдарыңды ұстаңдар. Сендер кімсіңдер? Кімсіңдер? Алаяқтар. Темпеста, біз саған көрсетеміз. Біз миллиардерміз. Темпеста мырза, мен бәрінен айырылдым. Дұрыс инвестиция жасамадым. Ақша бүгін бар, ертең жоқ. Нарық өте қатал, жігіттер. Амал нешік? Бакуча жетер енді. Әрдайым жолымыз бола бермейді. Ал қалғандары ше? Тағы кім бар? Кім? Сендер ақша таптыңдар ма? Бәрің бе? Иә. Сендер мені алдап тұрсыңдар. Қазір бәріңе беретін қолма-қол ақшам жоқ. Еш қиындығы жоқ. Анжела! Мен қалжыңдадым. Оның ақшасы бар. Қалжыңдадым. Міне ақша. Біз қазір оның аяушылығын сезіп жатырмыз. Бұл рас. Бүгін ол менің сөзімді тыңдады, не керегін түсінді. Ол өте сыпайы. Ол мені де тыңдады. Екеуміз сөйлесеміз. Жарайды. Бруно, ал сен не дейсің? Оның бізге жанашырлық танытып жүргенін сеземіз деп айту керегін білем. Солай ма? Иә, әрине, мен де келсем. Жанашырлық. Иә. Нума, бірдеңе дегің келе ме? Айтқым келгені, мына адамдардың арқасында оларды бауырым деп атасам да болады. Жанашырлықтың бизнестен маңыздырақ екенін мен түсіндім. Әрдайым солай болған. Иә. Егер біз берсек, басқалары жауап ретінде бізге береді. Әрине. Пайызымен, сен беруді үйренген болсан керек. Бұл қатынастар махаббатқа алып келеді. Өйткені махаббат дегеніміз пайызбен жанашырлық таныту. Жанашырлық. Жігіттер, сендерді қонаққа шақырғым келеді. Спагетти әзірлейміз. Қалай ойлайсыңдар? Мен боспын. Басқаларынан сұрау керек. Кешке ешқандай жұмыстары жоқ бе екен? Өзіміз отырып қарапайым кеш өткіземіз. Тыныш, ушусыз. Бруно, не дейсің? Кіруге бола ма? Келдіңдер ме? Кіріңдер. Әрине, кіріңдер. Сәлем, Мума. Сәлем, қымбаттым. Біз ештеңе алып келмедік. Ештеңе етпейді. Уайымдама. Темпеста мырза, не деген үй? Керемет, пақ шіркін. Бұнда концерт қоюға да болады екен. Сәлем, инженер. Қараңдаршы, қандай жиһаз. Келгендерің үшін рахмет. Қандай керемет үй. Рахмет. Тамаша. Менің артымнан жүріңдер, қане. Қандай әдемі үй. Бакуча, саған ұнай ма? Бер қарай жүріңдер, менің артымнан ере беріңдер. Қандай үй десеңші? 5 қабат үй. 5 қабат. Жо, бұл тамаша. Мынадай үйің болса, сақ болу керек. Өйткені орыстар, қытайлар, арабтар келіп қалуы мүмкін. Сосын сені қалайда алдап түсіруге тырысады. Қонын түсіреді. Ал біз Нуманың ақшасын төлемейінше, оларға бұл орынды бермейміз. Одан да бұл жерде кедейлерге арналған үлкен орталық ашамыз. Не дедің? Бұны сен айттың. Иә, рас. Бұны мен айттым. Естідіңдер ме? Кедейлерге арналған орталық. Саған бірдеңе айтсам бола ма? Не болды, Никола? Саған бірдеңе айтқым келеді. Иә, әрине, айта бер. Айтайын дегенім, әкеңнің қайда екенін білем.
әкем туралы не білем деп ойлайсың? Сосын, онда менің еш шаруам жоқ. Сәлем, қымбаттым. Адам көп қой. Біз кешті шатастырып алдық па? Жоқ, қам жеме. Бұлар менің достарым. Бакуччо мырза. Қайырлы кеш. Танысқаныма қуаныштымын. Радиосы. Бакуччо, танысқаныма қуаныштымын. Мынадай нәзік жандармен танысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Бакуччо, болды. Жетет. Қайырлы кеш. Міне енді қызық адамдарды көріп тұрмын. Бізге бұл жер өте ұнайды. Сәлем. Сәлем, қалайсың? Сенің еңбегің бе? Сен қиындықтары бар адамдар ұнайды деп едің ғой. Иә, дұрыс. Мына адамдардың қиындықтары толып жатыр. Бруно, мен жүзе алмайым. Тоқта, мен саған көмектесем. Шашым су боп қалады. Қазір сені бір адаммен таныстырам. Оның қиындықтары бастан асады. Инженер. Менің құрбыммен танысып қой. Сәлем. 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 Оған тізіміңді айтып өт. Жоқ, маған бұл оқиға ұнамайды. Әр жолы өзім туралы айтып беруімді өтінем. Инженер, бұл біздің маман. Иә, тұңғиық көзіңнен маңызды бір оқиғаның барын байқадым. Жарайды, саған айтып берем. Бәрі инфаркттан басталды. Маған әкем туралы шын айтып тұрғаныңды қайдан білейін? Кішкентай кезімде менің әкем маған қандай ертегі айтқан? Кішкентай кезіңде әкең ештеңе айтқан емес. Өйткені бірде-бір әке ақымақ ұлға ертегі айтпайды. Жарайды, түсіндім. Оның қайда екенін айт. Саған 100 евро жеткілікті ме? Маған заңдастырылған казино керек. Казино? Саған казиноны қайдан алам? Римнің өзінде 12 казиноң бар екенін оқыдым. Ол казиноны не істейсің? Әкем үшін тұрақты жұмыс керек. Сен өз әкеңнің қамын ойлайсың, ал мен өз әкемді ойлайым. Түсініксіз бір сағынышты сезесің бе? Иә, дәл солай. Сен діни түстер көресің бе? Айтшы. Жоқ. Ішкі ағзаларыңның бұзылуы туралы қиялдар. Жоқ. Өз-өзіңді жек көру. Иә. Бір секунд. Қыздар, ішкі ағзалардың бұзылуы туралы қиялдамайтын, өз-өзіне деген жек көрініштен күйзелу деген қайталама, әлде реактивті ме? Одан діни түстер көреме деп сұрашы, мен не сұрамады дейсің бе? Онда бұл невроттық күйзеліс. Жүйкелік, иә. Жүйкелік күйзеліс, рахмет. Сенде жүйкелік күйзеліс. Бұл психологиялық күйзеліске қарамағайшы. Ол өте жаман. Жүйкелік күйзеліспен таныспын. Оны жеңу оңай. Сен емделіп жүрсің бе? Мені жай өлтіре салу керек деп ойлайым, болды. Сен құтты бір тәубе етіп жатқандай болдың ғой. Болдың бе? Өзің айтып бер деген соң айтып жатырмын. Оның миын ашытып жібердің ғой. Айту керек болған соң айтып жатырмын. Ол миыңды ашытып жіберді ме? Сен азаптанбаймын дедің ғой. Қалай азаптанбайым? Азаптанам? Мен азаптанам. Жоқ, мен азаптанам. Сөзіме сен. Қатты азаптанам. Мен өмірімде қаншама оғаш қылықтар жасадым. Бірақ босқынмын.
Сен босқынсың ғой, солай ма? О, Құдайым. Қазір сені ұстап алам. Қайда барасың? Сені ұстай алмайды деп ойлайсың ба? Қане бері кел. Қазір талап тастайын. Мені бұнда алып келмеуің керек еді. Құдайым-ау. Құдайым-ау. Мен қазір жылап жіберем. Жылама, Бруно. Мені қатты құшақташы. Қане, қатты құшақта. Ақшаны қалай көбейткендер туралы айтып бергілерің келмей ме? Жоқ. Тым болмаса сен айтып берші. Жігіттер ақшаны көңіл көтеру үшін де істеуге болады. Достарыңмен, жақсы көретін адамдарыңмен бірге болу үшін де. Бұған міндетті түрде маңызды деп қарамау керек. Бір-бірімізді жақсы көреміз, солай ма, Бакульча? Әрине, біз доспыз. Иә. Ал достардың бір-бірінен құпиялары болмайды. Солай ма? Мәңгілік достар. Жарайды, досым. Ана ақшаны қалай көбейткендеріңді айтып бересің бе, досым? Біз доспыз. Мен жаңа ғана айттым ғой. Жоқ. Біз ішіміздегі біреуді банкрот еттік те, соның ақшасын бөліп алдық. Таңша! Яғни сендер кедейлердің арасында алып сатарлық көпірші құрдыңдар, солай ма? Білесіңдер ме, мен өмір бойы осымен айналысып келем. Бірақ сендер дұрыс істемедіңдер. Менің қиналып жүргенімді біле тұра, алаяқтық жасатындар, бұлай болмайды. Иә, бірақ бұл ақша ғой. Өкінішке орай қашан да біреу алданып қалады. Бүгін сен алданып қалдың, ертең кім білсін? Сендер шынымен де өздеріңді нағыз алаяқтарша ұстай бастадыңдар. Бір жағынан сендерді енді әріптестерім деп айта аламын. Сау бол. Уақытты сондай жақсы өткіздік. Тағы да келсек бола ма? Қалаған уақыттарында келе беріңдер. Есікті қақсаңдар, жетіп жатыр. Жақсы, сау бол, сау бол. Қыздар, сау болыңдар. Сау бол, қымбаттым. Мені достарыңның тізіміне қосып қой. Сау бол. Сау бол. Жақсы. Хабарласамыз. Қайырлы түн. Жақсы, Бруно. Никола, сау бол. Қыздар, сау болыңдар. Қол шатырларың бар ма? Жоқ. Келесі жолы алып жүріңдер. Нума, сау бол. Сау бол. Жақсы. Жақсы. Сау бол, қымбаттым. Нума, мен инвесторларды ұстап қалуға тырыстым. Бірақ олар енді саған сенбейді. Олар Дубайдағы жаңа қормен келіссөздер жүргізіп жатыр. Дмитрий, бұл не сандырақ? Инвестициялар жаңа серіктестер қосылған кезде ғана болады деп келісілген. Жаңа серіктестер жоқ. Жаңа серіктес таптың ба? Жоқ. Сен үнемі бір айтқаныңды қайталай бересің. Сенімен келісімді бұзамыз. Бәрі істен шыққылары келеді. Мен де шығам. Достым, ойын аяқталды. Нума, бәрі бітті. Тырнақ бояйтын лак. Мені бәрі жақсы көріп қалған сияқты. Жанашырлық махаббатқа ұласты. Енді солай деуге болады. Сонымен, Саған бәрібір емес пе, сен тек өзіңді, төлік жатыңды қол қоюды ғана ойлайсың. Кедейлерде шаруың жоқ. Бүгін әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заң қабылданды. Мен бірнеше ай бойы жеке қабылдауға сұранғам. Түк шықпады, олар заңды қабылдады. Келесі аптада оны сенатқа бекітуге жібереді. сені сенатта тыңдағандарың қалайсың ба? Оның несі қиын? Есікті қағамыз да кіреміз. Шын ба? Иә, Мен бұл туралы ойламаппын да. Оларға шоколад апарасың ба? иә, сен де бірден алып барасың. Бір шөлмек шарап. Қалайсың? Сәлем. Үстіңдегі пончоңды тастапсың ғой. Иә, жағдайың қалай? Жақсы. Қандай әдемісің? Жетер енді. Иә, Мен бәрібір әулиемін. шынымен де жаман емес. Расымен де. Сен неге Шеридан сияқты сөйлейсің? Мен онсыз да Шеридамын.
Біздің орталыққа келетін адамдардың саны соңғы жылдары 4%-ға өсті. Және қазір 300.455 болды. Әрине, олардың көбі шетелдіктер. Алайда италиялықтардың пайызда жыл сайын өсіп келеді. Бұл елдегі басты қиындық жұмыссыздық. Көбі құмар ойындардан ұтылып, жұмыссыз, табыссыз, баспанасыз жүр. Әлеуметтік қатынастар, медициналық көмек. Бізге келетін адамдардың алғашқы қателіктері осы. Сізді менің жаңа 25 бабыммен таныстырғым келеді. Олардың бәрі осы жерде жазылған ба? Иә. Біз бәрін шешеміз. Қам жеме. Неге? Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы. Иә. Мен бұл іспен 2 жыл жұмыс істедім. Қанша болады? Әдеттегідей 2. Бірақ бұл кедейлерге арналған заң ғой. Жартысын берем. Сәлем. Сәлем. Отыр. Сені үйіңе жеткізіп салам. Бұны орынды деп ойламайым. Мен саған гүл сатып алдым. Неге? Өйткен сен бүгін өте керемет болдың. Әдемі машина екен. Түсін өзің таңдадың ба? Жоқ. Мынау таза тері ме? Иә, таза тері. Өте әдемі. Жаңалық көреміз бе? Сенің машинаңда теледидар бар ма? Сен өзі кімсің? Мен Темпестамын. Ал сен кімсің? Білген кезде айтып берем. Федерика, өтінем. Теледидарды қош. Жақсы көріне ме? Үйдегідей ме? Одан да керемет. Әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша комиссия, волонтерлық ұйымдардың өтініші бойынша әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі туралы заңға бір қатар өзгерістер енгізді. Бұл сеніңсің бе? Шынымен бе? Оны қалай істедің? Жаман заң қанша тұрса, жақсы заңда сонша тұрады. Бағасы бірдей. Дегенмен заңның жақсы болғаны жақсы. Біз мұны солар үшін істедік. Бірақ мен пара бер деп өтінгем жоқ. Бір шөлмек шарап пара емес, сыйластық. Түсінесің бе? Демек, осында тұрады екенсің ғой. Иә, 15 жылдан бері. Мен үйіңе шақырмайсың ба? Кофе ішуге. Менде шашыратқы бар. Шашыратқы? Тамаша. Бір шынаяқ шашыратқыға. Үйім ыбырсып жатыр. Ыбырсып жатқан үшін уайымдап тұрсың ба? Иә. Бұл тоғышарлық. Бұл саған ұқсамайды. Сенікі сияқты үй қызметшілерім, даяшыларым, жүргізушілерім жоқ. Қайдағы үй қызметшісі? Мен айына 1300 евро жалақы алам. Сайтан алар. Бұл аз болып көріне ме? Мен бәрін өзім істеймін. Бұл тамаша емес пе? Менің қантым таусылып қалды. Бұл сұмдық. Бірақ менде бал бар. Кей кездері бәрін тастап, осындай жерде өмір сүргім келеді. Рас па? Иә, мұндай жерде адамгершілік бар. Мұндай жерде өмір бар. Менің өмірімнің қандай екенін білесің ғой. Қандай? Нешінші қабатта тұрасың? 2-ші. Жүр. Біздің ойымызға жаман ештеңе келмейтін шығар. Нума, менің үйіме кірудің қажеті жоқ. Не? Кірмей-ақ қой. Бұл нені білдіреді? Қажеті жоқ. Неге? Мен қаламайым. Кет. Кет, Нума. Кеткенің жөн. Кет. Естімей тұрсың ба? Кет. Сенің кеткенің жөн. Сабыр ет. Өтінем, кетші. Тыныш.
Бізді естіп қалуы мүмкін. Тыныш, тыныш. Сабыр ет. Мен 6 жылдан бері ешкіммен болған емеспін. 6 жыл? Иә. Мұны ұмыту мүмкін емес. Сезімге берілген соң. Бұны қараңғыда істейміз деп уәде бересің бе? Жарайды, қараңғыда. Толық қараңғыда ма? Иә, қараңғыда. Қараңғыда. Иә, қараңғыда. Кеттік. Жыр. Сен маған қарағанда анағұрлым жақсы көрінесің. Солай ойлайсың ба? Иә. Қойш. Сен спортпен көп шұғылданасың ба? Немен? Спортпен. Көп емес. Менің айналыспағаныма көп болды. Орталықтан кеткен соң, коммерциялық емес әлеуметтік қор құрам. Бұл менің ойыма жаңа ғана келді. Не дейсің? Саған кетудің қажеті жоқ. Сен жақсы жұмыс істеп жүрсің. Бұл сенің қалған айларда түзелуіңе сенім береді. Айлар дегенің не? Ендігі жерде біз жақын қарым-қатынастамыз. Солай ма жоқ па? Иә. Маған да солай сияқты. Иә, сонымен маған көмектескің келмей ме? Әрине, мен саған көмектесем. Басқалармен бірге. Саған уақыт керек. Сенің қолыңнан келеді. Сау бол. Жақсы. Қайырлы түн. Мен бірінші рет 28-ден асқан әйелмен жақын болдым. Бұның қалай болатыны елестете алмайтынмын. Бірақ бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Аузыңды аш. Аш енді. Мен ұшақ ойынын ойнағым келмейді. Ата. Ол таңертеңнен бері осылай отыр. Бірнеше сағат болды. Бұны мен не демексің? Меніңше ол өліп қалды. Өліп қалды ма? Қалай өліп қалды? Ата. 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 Өліп қалыпты. Иә. Тыныс ала ма? Тексеріңдер. Мүмкін ол ауырып қалған шығар. Қайдағы ауырған? Оның денесі мұздай. Ауырған дейді ғой. Мен тіпті оның атын да білмейді екем. Аты кім еді? Аслан. Аслан. Қазақша арыстан дегенді білдіреді. Қазақша ма? Отанына оралу оның арманы еді. Ол туралы бәріміз білеміз. Оған арманын орындауға көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Бізге бірнеше күнге виза керек. Оны еліне жеткіземіз. Бәріміз бірге ұшамыз. Оның достары Нуманың ұшағында. Бұл мемлекетке тегін түседі. Бәрін өзі төлейді. Бұл тамаша болар еді деп ойлаймын. Келісіп отырған себебім, бұл туралы бәрің бірге өтініп отырсыңдар. Бұл бәрінен де ғажап. Мен бірнеше айлар бойы оған тамақ беріп жүрдім. Мен оны жақсы көрдім. Бұл туған әкеңді көмгенмен бірдей. Нума үшін. Білесіңдер ме? Мен сендерге 200, 500, 1000, 10.000 еуродан бергім келеді. Олай болса бер. Бұл дұрыс болмайды. Неге? Сендерге жұмыс керек, іс керек. Мүмкін жұмысты өзің тауып берерсің. Жұмыс жоқ қой. Греко, сенің қоқыстан хабарың бар. Осы салада тәжірибең бар. Қоқыстарды бөлектеп жинаумен айналысасың. Жарайды, қиындығы жоқ. Ал менше? Сенің дәмханаң болған жоқ па? Болған. Дәмхана ашамыз. Дәмханалар желсін. Мен тіпті атауын да ойластырып қойдым. Аяныш кафесі. Маған сеніңдер. Біз сенімен біргеміз. Серіктестер, серіктестер, серіктестер. Кіріңіздер, кіріңіздер. Уайымдама.
Саған ештеңе де болмайды. Сабыр ет, бұл достарымыз. Мен шынымен де бара алмайым. Уайымдама. Сенің аздап шашыңды және сақалыңды қырқып тастайды. Қырықтыра алмайым. Саған ештеңе де болмайды. Ең бастысы қан болмайды. Мен сенімнен айырылам ғой. Егер бай адам сияқты түрім болса, онда кешке қалай жұмыс істеймін? Един ты бессмертный, сотворил и создал и человека, земли угод земли создался, и в землю ту же пойдем, яко же повелел Иси, создал я великий дни, яко земля есть, и в землю отыдешь и Сіздерді Жан Леонардо Коколомбо мырзамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мапута холдингінің бас директоры. Лафоре ханым. Месселинг Reality Stain компаниясы тобынан. Атақты швед инженері Берта Ласберган. Аркадий Османовский. Метангаз компаниясының басшысы. Олардың бәрі өз істерінің хас шеберлері екені сөзсіз. Біз бұл жобаны серіктестерінің шыдамдылығының арқасында қиын кезеңге қарамастан басыма іс түсіп, кейбіреулер маған деген сенімдерін жоғалтқан кезде бастай алдық. Рахмет. Не болды? Бір минут. Мені естіп тұрма? Иә. Қайырлы кеш. Мен бірнеше сөз айтқым келген еді. Бұнда маған Темпеста мырзамен жеке танысу бақыты бұйырды. Оның қандай адам екенін бірден түсіндім. Темпеста боран, дауыл дегенді білдіреді. Түні бойы көз ілмей, біздің капиталымызды көбейтуді ойлайтын адам. Менің капиталым орташа. Бұнда қоқыстарды қайта өңдеумен айналысатындар да бар. Бірақ соған қарамастан, әр қайсымыз 1-2 миллионнан, 10 миллионнан мына жобаға салдық. Және 4 жылдан соң бізде 40 миллион болады. Нума Темпеста мырзаға рахмет. Осы бір ұлы қазақ арманы үшін. Бұл ғажап. Біз бір отбасымыз. 20 миллион. Олар өте сүйкімді екен. Қайырлы күн. Сәлем. Тыныш. Не болды? Біз теледидар көріп отырмыз. Темпеста бастаған инвестициялық қор. Кей аймақтарға инвестиция салуды жөн көрді. Ал қане, алып қояйық. Инвесторлар айтқандай, жұмыс бар жерде жаңа қала пайда болады. Біз бұрынғыдан да көп инвестиция құюға тиіспіз. Өйткені ол шын жүректен нық сеніммен жасалынады. Мен осы тәжірибеге өте ризамын. Ол менің өмірімді, менің бар болмысымды бәрін өзгертті.
аса мол қаржы жиналды. значительное количество средств, которые Сіздердің денсаулықтарыңыз үшін. и экологические программы. Бір кездері мен осы елге келуді қаладым. Бұл жердің жері де тартымды екенін сездім. Лица Осы өндіріске қызығушылық танытып жатыр. Жоқ, керісінше. Біз бәріміз үйсізбіз. Біздің көк тиынымыз жоқ. 没钱，他们说没钱，为什么没钱？不相信小时候。 Шынымен бе? Біз кедей емеспіз. Аударыңыз, біз кедей емеспіз. Ұлың қайда? Не? Ұлың қайда деп сұрап тұрмын. Ол Римде, радиозамен. Жақында сөйлестім. Оларда бәрі жақсы. Оны мектепке жібер. Оқысын. Өйткені, Иә, өзі де мектеп десе жаным береді. егер ол қателесетін болса, ол қай кезде қателеседі? Бір қарағанда ол әлі бала ғой. Егер ол бірдеңені дұрыс істемесе, ешқашан оған ақымақ деме. Нума, Не? маған айтшы. Мынаның бәрі біздің тірлігіміз, миллиондар. Бәрі немен аяқталды? Олардың істен шықпақ болғандары есіңде ме? Ал енді керісінше инвестиция құйып жатыр. Міне бұл оқиға осылай аяқталды. Бірақ инвестицияны олар құяды. Ал бізде ақша жоқ, солай ма? Қайырлы күн. Мен арыз жазғым келеді. Кіріңіз. Рахмет. Бұл сатып алынған заң. Ол ақша төледі. Ол алаяқ, қарақшы, қылмыскер. Сіз оны түрмеге отырғызуға тиіссіз. Жаңалықтарды қараңызшы. Ол менің орталығыма келетін кедейлермен кетті. Мен 20 жылымды осы орталыққа арнадым. 20 жыл. Бүкіл өмірімді. Сосын ол кофе ішем деген сылтаумен менің үйіме кірді. Сендер бұл жұмысты тегін істеген жоқсыңдар. Мен сендерге сыйлық дайындап қойдым. Мысалы үшін, Ресей газ компаниясының үлесін. Оның акциялары көп ұзамай өсетін болады. Сол кезде мәміленің 1/10 бөлігін сендер аласыңдар. Бұл аз емес. Сендер үй сатып ала аласыңдар. 2 күннен соң ақша қалталарыңа түседі. Жігіттер, кешіріңдер, бірақ маған шу алабын босатып берген еді. Сендердің ұшақтарың ертең таңертең болады. Бірінші санаттағы орындар. Ұшу, тамақ бәрі менің есебімнен. Өтінем, қор нарығын бақылап отырыңдар. Газ корпорациясы акциясының құны өскенде, сендер оларға көрсетесіңдер. Күшті. Газ компаниясы. Ұмытпаңдар. Кез келген сұрақ бойынша хабарласыңдар. Бізде оның нөмірі бар ма? Нью-Йорк биржасындағы сатылым 0,3% индекстің төмендеуі салдарынан жабылды. Ал Сан-Пауло биржасында керісінше 0,4% өсті. Бұл БРИКС емес пе? Не, сен Үндістанға инвестиция жасайым деп едің ғой. БРИКСтің акциялары күрт өсіп жатыр. Онда мен бәрін соған салам. Бағалардың өсіп кеткенін көрдіңдер ме? Страсбургтен беріліп жатқан тікелей эфирімізді тоқтатамыз. Темпеста ісі бойынша соңғы аты шулы жаңалықтармен бөлісу үшін. Банктерді, саясаткерлерді, қоғамдық ұйымдарды іске араластыру арқылы жасалған ірі алаяқтық. Нума Темпеста жаңа ғана тұтқындалды. Ол салық төлеуден жалтарған үшін ақшалай қаражатты заңсыз иемденгені. Құпия ақпаратты жеке ісіне пайдаланған үшін пара беру алаяқтық әрекеттері үшін айыпталады. Бұл туралы бір ханымның арызынан белгілі болды. Оның аты жөні әзірше белгісіз. Қазір ол шағым түсірген ісі бойынша полицияның қорғауында. Жақсы заң қанша тұрса, жаман заң да сонша тұрады. Нума өз әріптестеріне осылай деген. Бұл әшкерелеу саяси дағдарысқа келіп соғады. Өйткені Нуманың сенімді дәлелдері әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заң жүйесіне қатысты болып отыр. Үкімет басындағы дереккөздер Нуманы тұтқындағаннан соң бір қатар отставкалар орын алады деп хабарлауда. Қайда барасыңдар? Оларға қараңдар. Қайда қашып барасыңдар? Оңбағандар. Бұл дұрыс емес. Бұл арамдық. Тоқтаңдар. Мені күтіңдер, жексұрындар. Құрып кеткірлер, тоқтаңдар. Тоқтаңдар деймін.
Жоқ. Бүгін не болып жатыр өзі? Не болып жатқанын мен айтсам бола ма? Бүгін мен жанашырлық сезімін байқап тұрған жоқпын. Олардан бұндайды күткем жоқ. Кешіріңіз, жалғастырайық. 3-ші саннан бастаймыз. Саған не десем екен? Біздің арамызда бір байланыс барын сезгенмін. Бұның бәрі бұлай аяқталмауы тиіс еді. Мен ол алаяқ сияқты әрекет етпейді деп айттым. Мен дұрыс айтыппын. Бұл менің арманым болған. Оны өзің де білесің. Шынымды айтсам айтарға сөзім жоқ. Маған мынау қызық болып тұр. Сен бұны менің Қазақстанда сөйлеген сөзіме ризашылық ретінде істедің бе? Ол да бар. Нума. Шын жүрегіммен рахмет айтам. Бұл керемет. Бруно, саған рахмет. Бері қара, Бруно. Мені Николамен жалғыз қалдыра аласың ба? Оған бірден айтуым керек. Егер сен қарсы болмасаң. Әрине болады. О не дегені? Рахмет. Рахмет, Бруно. Ақылды бол. Иә? Сонымен маған не айтасың? Мен өз уәдемде тұрдым. Ал сен ше? Әкемнің қайда екенін айтасың ба, жоқ па? Ал? Сенің осы жолы да жолың болды. Ол осында. Осында? Қайда? Осында, түрмеде. Сен не, мені масақтап отырсың ба? 7-ші корпус, 2-ші камера. Ал сен қайдан білесің? Білем. Никола? Бұл шын ба? Әрине шын. Бер қара. Ал егер мен оны тамаққа шақырсам, қарапайым тамақ әзірлеп қоям. Оған бұл ұнайды деп ойлайсың ба? Жақсы оқы. Көшірді. Бұл қалай сонда? Мені келесі сыныпқа көшірді. Бері кел. Әке, ауырып кетті ғой. Жіберші. Бақыттысың ба? Я өте бақыттымын. Көңілімді босатып жібердің ғой. Сен де менің. Сәлем, әке. Бұл менің әкем. Танысқаныма қуаныштымын. Қайырлы күн. Екеумізге қарапайым түскі ас дайындап берулерін өтіндім. Кел, отыр. Тамақтан ал. Саған шараптан құям. Маған анчоус берші. Анчоус жегің келе ме? Иә. Өзім де біліп едім. Саған анчоус ұнайды екен, онда сен жей ғой. Егер маған бір-екеуін қалдырсаң, мен де жеймін. Қалдырмасаң қажет жоқ. Ас болсын, наннан ал. Ас болсын. Дегенмен, сенің қаншама ақшаң бар. Бұл қалай болды? Түрмеге қалай түстің? Бұл қалай болды?
түк түсінбейм. Анчоус жейсің бе? Дәмін көрейін. Мен анчоусты жақсы көрем. Білем, сондықтан да арнайы сен үшін әзірлеттім. Ақ желкен, сірке суы, зәйтүн майы, лимон қосылған. Менің тамаша балам, жақсы. Сен менің махаббатымсың. Келші бір сүйіп қояйын. Дегенмен, сен нағыз ақмақсың. Саған айтуға рұқсат ет. Сен ақмақсың. Сондай ақмақсың. Сен маған үнемі солай деп айтатынсың. Есіңде ме? Мимо, Греко, бері келіңдер. Қазір тойлаймыз. Ол емтихандарды тапсырыпты. Бәрің барға жүріңдер, мекеменің есебінен ішеміз. Бұны жақсылап атап өтуге тиіспіз. Түрдің эволюциясы. Оны келесі сыныпқа көшірді. Ал сендер қалай ойлап едіңдер? Сұлулар, бәріне ішімдік құйыңдар. Жарайсың, жарайсың. Ол данышпан. Ол инженер болады. Ғалым, ұлы адам болады. Құттықтаймын. Қандай бақыт десеңші. Радиосы сені мақтан тұтады. Николас та ішімдік ішетін кез келді. Сен ер жеттің. Кім үшін ішеміз? Кім үшін дейсің бе? Арамыздағы ең үздік үшін. Никола, сен ең үздігісің. Жарайсың. Жарайсың. Мен сені мақтан етем, Никола. Ол көп оқыды. Бәрі реттеліп жатқаны қандай жақсы болды. Дәл солай. Бұрын қиындықтары бар адамдардың енді жұмыстары бар. Бұрын түнімен ұйықтамайтын адам енді тәтті түстер көреді. Бұрын ешкім тыңдамайтын адамды енді тыңдайды. Ал махаббат іздеген адам, егер рұқсат етсеңіздер. Менің уақытым бітті. Енді осылардың кезегі. Джекпот. Біреу джекпот ұтып алды. Джекпот, жүріңдер барып көрейік. Жолды басатындар. Қызық қанша ұтып алды екен? Оны қазір біле жатармыз. Қанша ұтып алды екен, а? Ғашықтар. Фильмнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл.